Сәлеметсіз бе, ардақты қазақ елі. Бүгін сіздермен этикалық және моральдық қағидалар туралы сөйлесейін деп едім. Неге десеңіз, себебі бүгінгі күнде көптеген адамдар, көпшілік бүгін Қазақстанда, мысалы, Қазақстан туралы айта берейін. Басқа мемлекеттерде де бар, бірақ өз елімізді айтайын, өз еліміз туралы айтайын. Сол көпшілік көбінесе аспаннан бірдеңе түсе ме деп күтеді. Кейбіреулер президентіміз беретін шығар, мемлекеттік органдар беретін шығар бірдеңе деп күтеді. Содан кейін мүмкін басқа біреулер инвестициялар шет мемлекеттен келіп бірдеңелер осы жерде салатын шығар, жұмыс беретін шығар бізге деп отырады ғой. Сондықтан сізге бүгін осы эфирде бүгін айтайын дегенім, ең алдымен өзімізді дұрыстап алайықшы алдымен. Ешкімнен көмек күтпей қояйықшы. Себебі әр адамның, Алла Тағаланың жаратқан осы әрбір адам, ол тура бір ең жоғары дәрежелі компьютер сияқты үлкен технологияларды шеше алатын компьютер сияқты керемет миды бізге жаратты, да? Сонымен қатар біздің жанымыз көптеген нәрселерді біледі, бірақ біз онымен ақылдаспаймыз. Біз интуиция арқылы онымен ақылдасуға болады жанымен, бірақ оны да істемейміз. Сонымен біз ылғи басқа жақтарға, басқа бір жұмыс берушілерге қараймыз ба, күтеміз ба, басқа бір КСК келіп істеп кете ме бірдеңені, немесе президент бір жаңа заңды шығарып, мүмкін жағдайымызды өзгертетін шығар деп отырамыз күтіп. Ондай болмау керек. Сондықтан бүгін мен бүгін айтайын дегенім, ең алдымен өзіңізден бастаңыз. Алдымен осы ішіңіздегі жатқан барлық негативтік ойлардан құтылу керек. Содан кейін сонымен қатар бұрынғы болған неше түрлі жүйелер, ол ата-бабаларымыздан қалған, мысалы, феодалдық жүйе болсын, капиталистік жүйе болмады бізде, бірақ оған ұқсас жүйе болды Ресейдің империясы келгенде. Соған ұқсас біраз уақыт болды бізде жүйе. Содан кейін Кеңес одағы болды. Неше түрлі жүйелер, неше түрлі империялар болды осында. Моңғолдар келіп, олар да істерін істеп кетті. Сонымен біздің менталитетіміз, қазақ менталитеті, көбінесе сол басқа империяларға, басқа бір патшаларға, біреудің бастық болсын, билік болсын, соған басымызды сұғып жүре береміз. Бәріміз сенікі дұрыс деп өзіміз жеке бір шешім шығару, мысалы, да, өзіміздің ойымызбен өмір сүру, өзімізге сенімді болу сияқты сондай бір сезімдер, керемет сезімдер, өзіңді өзі сүю, жақсы көру деген сезімдер былай қалды. Оны ешкім оған мән бермеді. Оның үстіне әрине бізді қазақтарды былай қарап отырсаң, бұрынғы 18-ші, 17-ші, 15-ші ғасырларда әсіресе құл сияқты болды да халқымыз. Сонымен сол менталитет қалыптасқанда, әлі дейін әрине Кеңес одағы да аз болмады. Ол да бізге жақсылап тұрып құлшылықты көрсетті. Тек қана солардың айтқанын істеп, тек қана солардың шығарған бұл жүйеге ғана қатысты әрекеттерді ету, жұмыс істеу. Туғаннан бері адам сразу бірінші күннен бастап біледі, ол қандай мектепте оқиды, коммунист партияға байланысты болады тек қана, қандай партияға байланысты, қандай университетке барады, қандай институтқа барады, немесе қандай жұмыс істейді. Бірақ өзінің өмірі, өзінің бір армандары, өзінің мақсаттары, мысалы, да, оны рұқсат етпейді оған. Басқа бір шетке баруға, мысалы, мүмкіндік болмайды оған. Ешбір құқық, адамның бір құқығы, мысалы, мешітке бару, мешіт салу, намаз оқу, ондай да рұқсат болмайды оған. Неше түрлі сондай бір керексіз нәрселерді әкелді да адамның еркіндігін, бостандығын және оның құқығын да әбден құртып қойды. Сонымен біз
бұрыннан келе жатқан сондай құқықсыз, сондай бір тәуелді менталитетпен қала бердік. Сонымен бүгінгі күнде әрине біз әлі сол менталитеттен шыға алмай отырмыз. Неге десеңіз, себебі қазіргі уақытта мынау капитализмде емес, демократияда емес, бір әйтеуір ешкім білмейтұғын бір сондай бір жүйеге түсіп қалдық та басымыз түсіп қалды. Бәрі ақшаға жүгіреді, әрине капитализм болып кеткен сияқты, бірақ бұл капитализмде де біраз кішкене басқаша болу тиіс, кішкене ұйымдастыру басқа түрде болу тиіс, бірақ бізде бір не болып жатқан қалаймақан болып кетті да, сонымен дәл қазір Қазақстанда бір жүйе бар деп айта алмаймын. Бірақ алайда әрине мәселе жүйеде емес, мәселе өзімізде. Сондықтан қай жүйеде тұрсақ та, жүйе мен, жүйесіз болсын да, саясатты жүйеде айтып отырмын да, социализм, капитализм дегендей. Сондай болсын, болмасын, ол бәрібір әрбір адам өз-өзіне ие болу тиіс. Өз-өзін құрметтеп, өз-өзіне ішінегі жатқан дүниесіне ие болып, содан кейін осы өмірде өзін-өзі жақсылап, былай қай әрекет болмасын, қандай әрекет болмасын, жұмыс болсын, даладағы қарым-қатынас болсын, отбасыда қарым-қатынас, туысқандармен қарым-қатынас болсын, қай жерде болса да адам әрқашан ең алдымен өзінің мүддесін бірінші орынға қою керек. Өзінің қандай ойлары бар. Мысалы, қонаққа шақырып жатырсыз сіздерді, да? Сонда біздің бұрыннан қалыптасқан бір идея, сондай бір қонаққа барамыз, қонақта отырамыз, сонда бір энергиямызды басқа біреулерден аламыз, содан кейін өзімізді де көрсетеміз, ең керемет заттарды, алтындарды, алмаздарды қолымызға киіп алып барамыз, киімдерді әдемілеп киіп барамыз. Сол өзін көрсету және басқалардан энергия жинап алу деген мақсатпен көбінесе қонаққа барады адамдар. Сонымен сол менталитетте қала береді. Ылғи адамдарға байланысты, басқа бір топтарға байланысты сияқты, да, басқа біреулердің айтқанына байланысты болып қала береді адам. Сондықтан да ең алдымен адам өзін босату керек, құлшылықтан босату керек, құлшылық менталитеттен босату керек. Ешбір жүйеге, ешбір топтарға, ешбір туысқандарға, немесе достарға, немесе жұмыстағы адамдарға байланысы болмау тиіс. Адам деген өзімен өзі еркін болу тиіс. Содан кейін өзінің бір керемет ішіндегі жатқан құдіреттерін бірте-бірте көтеріп, ашып, ішінен шығарып, көптеген адамдар, мен қазір қарап отырған адамдардың ішінде бәріңізде керемет бір керемет әдемі мінездеріңіз бар деп ойлаймын. Мінездеріңіз ішінде неше түрлі керемет құдіретті нәрселер де бар деп ойлаймын. Соларды көрсетпей отырсыз көбінесе. Бәрін ішінде сақтайсыз. Сол сандықта алтынмен неше түрлі керемет заттарды сіз жинап отырсыз да, оның үстіне бір мусорды тастағандай бәрін сөйтіп ішіңізде жатқан кереметтікті көрсетпейсіз. Халыққа, өзіңізге де көрсетпейсіз, ешкімге көрсетпей отырасыз. Ол не деген сөз? Ол деген, мысалы, сіздерде мінездеріңізде керемет бір қасиетті нәрселер, қасиетті мінезіңіз болсын, басқа да бір, мысалы, кейбір таланттар, даралық болады ғой, сол дарын адамдар болады. Мысалы, ол бір жағынан, екінші жағынан өзіңіздің мінезіңіз. Мысалы, сіз ішіңізде шындықты айтуға ылғи дайынсыз, бірақ оны айтуға қорқасыз, мысалы, да? Мысалы, сіз әділ болуға дайынсыз, бірақ сонда да тартылып отырасыз. Жоқ, мүмкін керек емес шығар мына жерде. Адамдар не ойлайды? Қазір мынау мені түрмеге бекітіп қояды ғой. Анау істеді, анау ойлайды деп, содан кейін сол қайтадан адамдарға байланысты боласыз да, содан кейін өзіңіздің өз жеке басыңыздың ойын, өз жеке басыңыздың ойлаған әрекеттерін істей алмайсыз, әрекеттеріңізді істей алмайсыз. Сөйтіп өзіңізді қорқып, өзіңізді сөйтіп байлап, сол құлшылық менталитетпен ұстап отырасыз ішіңізде. Сондықтан да мынаның бәрін ашып, ішіңдегі жатқан
ана қорқыныш болсын, біреуге ренжу сияқты сондай негативті, неше түрлі негативтік ойларды, біреуді көре алмау, біреуді жек көру, осының бәрін алып тастау керек, ішінен тазалау керек. Жаныңызды, ойыңызды тазалап, содан кейін барып бәрін таза болғанда жүрегіңізге сол сүйіспеншілік пен сыйластық ең алдымен өзіңізге пайда болуы тиіс, содан кейін барып басқа адамдарды жақсы көріп, сыйлап, өзіңіздің сүйіспеншілігіңізді көрсетіп, әрқашан рахымды, мейірімді болуы тиіссіз. Бірақ әрқашан өзіңізді бірінші орнына қою керек. Мысалы, сіздің отбасыңызда біреулер сізді көре алмай жатса, мысалы, да, немесе сізді пайдаланып, сіз арқылы бірдеңе өздеріне бір пайда алып жатса, көріп жатса, немесе әрқашан өзімдікі дұрыс, сен ештеңе білмейсің деп сізді сондай бір кемітіп, нашар күйде көрсетсе, немесе күйеуіңіз сізді күнде ұрсып ұрып жатса, әрине ондай адамдармен тұруға қажет емес. Әрине сіз өзіңізді соншама құрметтеуіңіз керек, ондай адамдармен тұрып құқығыңызды бұзбаңыз өзіңіз. Сондықтан да құқығыңыз болсын, өзіңіз болсын, өзіңіздің жеке басыңыз болсын, да, әрқашан соны ең алдымен ойлауыңыз керек, да. Себебі сіздің құқыңыз қай жерде барсаңыз, мысалы, больницаға, бір ауруханаға келдіңіз, сол жерде дамумет арқылы төлесеңіз де бәрібір ақша дәметеді, да, олар. Содан кейін сіз оған 1 миллион, 1,5 миллион беруге мәжбүрсіз, операция керек сізге, да, мысалы. Ол дұрыс емес қой, құқыңыз қайда, неге өзіңіз неге сіз анау құқыңызды сақтамайсыз? Керекті заң бар, сіздің құқыңызды сақтайтын заң бар. Неге сол заңға барып, сол заң неге іздемейсіз, сол заң сіз үшін шығарылған нәрсе ғой. Неге оны пайдаланбайсыз? Қайтадан сол құлшылық менталитеті. Сондықтан да әрине біз әрқашан қай жерге барсақ та өзіміздің құқығымызды бірінші орнына қою керекпіз, қорықпай айтуымыз керек, әрқашан өзіміздің құқығымыз үшін күресуіміз керек. Ол күресу деген далаға шығу емес. Қазіргі уақытта далаға, көшеге шығып, құқығымыз үшін соғысу ешбір қажеті жоқ, и болмайды, ол ешқашан да болмайды енді. Бұл кеткен заман болмайды. Қазіргі заман әрбір адамның, әрбір тұлғаның өзінің ішінен сондай бір жарқырап тұрған басы болсын, парасаттылығы болсын, санасы болсын, жаны болсын, бәрі жарқырап тұру керек. Әрбір адам өзі сондай бір керемет, жоғары дәрежедегі рухани жағынан болсын, интеллектуалдық жағынан болсын, жоғары дәрежеде болу тиіс. Соған тырысу керек, соған шығу керек. Ол мәселе ең алдымен ішіндегі жатқан бостандық болу керек. Біз анау неден, құлшылықтан босауымыз керек. Бірден босатуымыз керек ішкі дүниені құлшылықтан. И содан кейін әрине адамның сөзіне ермей жүруіміз керек. Әрқашан өзіміздің пікіріміз болуы тиіс. Біреулер бірдеңе сізге айтып жатса, оның ең алдымен өзіңіз ойлауыңыз керек па, жоқ па нәрсе. Сіз ұнатасыз ба, жоқ па. Кім болса да, сіздің алдыңызға тіпті президент келіп айтса да, бәрібір ең алдымен сіз өзіңіздің ойыңызбен талғап шығып ойлауыңыз керек па, жоқ па ондай нәрсе. Содан кейін барып шешім қабылдайсыз, әйтпесе қабылдамайсыз. Сонымен өміріңіз, егер сіз осындай бір керемет дәрежеге жоғары көтерсеңіз, өзіңізді көтерсеңіз, ол әрине ол уақытта өміріңізді өзгере бастайды. Содан кейін сіз жақтырмайтын, сізді кемсітетін адамдар кетіп қалады қасыңыздан. Өзіңізді кетіп қалсаңыз болады, ондай да қажет емес. Тек қана сізді жақсы көретін адамдармен болуыңыз керек. Тіпті ондай адамдар болмаса, жалғыз болыңыз. Бірақ жалғыз болсаңыз, онда шыдауыңыз керек. Жалғызшылыққа шыдау керек, қорықпай қойыңыз. Адам былай жабысып, артынан жүгірмеу керек. Өзіне сондай керемет сенімді болуы тиіс, сондықтан оны біреудің артынан жүгіріп, бұл болмаса мен далада қалам ба,
не істеймін енді, мынау күйеуім кетсе ақшасыз қаламын ғой, мынау бала шаға бар ғой дегенде сондай неше түрлі ойлар болады да. Бірақ ол күйеуіңіз күнде ұрып жатса, сізді кемсітіп ұрсып жатса, немесе басқа елдерге барып жүрсе мысалы да, сіз ұнатпайсыз ғой оны, не қыласыз? Ендеше өзіңізді сыйласаңыз не қыласыз? Неге рұқсат етесіз ондай қылықтарға? Сондықтан алдымен жақсылап ойланып әрине шешім қабылдау керек. Бірақ сіз егер сіз осы жаңа жолға келем десеңіз, жаңа бір өзім дамытып жоғары дәрежеге шығып, мен өзімді жаңа мынау дәуірге, жаңа керемет келе жатқан дәуренге сай болуым тиіс десеңіз, онда әрине осындай негативтік адамдардан ары жүруіміз керек. Содан кейін әрқашан қай жерге барсақ та ештеңеден қорықпай шындықты айтуымыз керек. Ешкімнен қорықпай шындықты айтуымыз керек. Қандай деңгейде болса да, бұл ұйым болсын, адам болсын, қорықпау керек и айтуымыз керек. Сонда ғана шындық орнына келеді. Себебі біз көптеген адамдар қорқып пәленді бере салады, немесе қорқып бір жаман істі істейді, ұрлайды, мысалы қылмыстық жағдайға ұшырайды, немесе қорқып мынау нашақорлыққа беріледі, немесе оны сатады да. Бәрі қорқыныштан шығады. Сондықтан одан да құтылу керек. Мен сізге айтқан бұрын, қайтадан сізге мүмкін бүгін бірінші рет мені көріп отырған адамдар бар шығар. Қайтадан осыны есіңізге келтіріп отырмын. Сіз қорқыныштан құтылуыңыз керек. Ең алдымен қорқыныш ол көптеген проблемалардың негізі. Сондықтан біз осы дәрежеге жетсек, жоғары көтерілсек, онда осы жаңа дәуірге сай болып, сонда Қазақстан бірінші елдердің қатарында болып, осындай керемет дәуірге қолжетімді болады. Ал енді біз сол бұрынғы менталитетте қала берсек, бұрынғылар ойлағандай ойлай берсек, бәрін қорқып, бәріне қарап, анау не істеп жатыр, мынау не істеп жатыр, мен де сөйтейінші, мен де аналардың айтқанын істейінші дегенде, сондай бір менталитетте қала берсек, онда біз қолымыз жете алмайды ондайға. Ондай адамдар қалады, ондай адамдар жете алмайды. Себебі мынау жаңа келе жатқан дәуір, ол адамның еркіндік болуына, және оның өз-өзіне сенімді болуына, өз-өзін жақсы көру, және басқаларды да жақсы көру. Соның ішінде нұры бар болу тиіс. Сондықтан ол әрине иманды адам болу тиіс. Осындай портрет, осындай бір суретті сізге көрсетейік. Осындай адам болу тиіс. Ондай адам болу үшін әрине, мен жоғары айтып кеткенде, бұрынғы видеоларда да айтып кеткенде, осындай қадамдар бар. Сол қадамдардан өтсеңіз, біртіндеп жетесіз. Кейбір адамдар бір жылдың ішінде жетеді ондай дәрежеге, кейбіреулер бірнеше айлардың ішінде, кейбіреулер бірнеше жыл керек ол үшін, ондай болу үшін. Әрине, ол тек қана өзіңізде емес, ол сіздің ата-бабаларыңызда қалыптасқан менталитет. Ол бірден кетпейді, әрине, қаныңызда бар менталитет. Түсіндіңіз ба? Сол себептен әрине, ол сондай бірден кететін нәрсе емес. Ол менталитет жай бірден кетіп қалмайды. Сол әдеттер әбден қалыптасқан ғой бізде. Сондықтан да біз бұған кішкене көзқарас кішкене нелеу болу керек. Маңызды көзқарас болу тиіс, әйтпесе болмайды. Қазір қарап отырсам, көптеген адамдар әлі сол бір 19 ғасырда қалып қалған сияқты. Немесе мынау Кеңес одағында әлі сол неде қарайды, президент істеу керек бәрін деп отырады. Президент емес, өзіміз істеуіміз керек. Бұл өзіміздің еліміз ғой, өзіміздің жеріміз. Президенттің жұмысы тек қана басқару, процестерді басқару. Бірақ әрине көптеген қазіргі күнде мемлекеттік органдардың істеп отырған жұмыстары, бұның жартысын алып тастауға болады. Жартыстан да көбін алып тастауға болады да, халыққа беріп қойға болады. Мысалы,
анау нелер мектептер болсын, ауруханалар, содан кейін басқа да мемлекеттік органдар бар, пәрелер алады мысалы, да, жемқорлыққа әбден басынып кеткен. Соларды қазір жекеменшік қолға беріп қойсақ, мысалы, олар ондай болмайтын еді. Олар әдемілеп жақсы істейтін еді да, бұдан да 1,5 миллион емес, одан да аз алып, адамға көбірек көңіл бөлетін еді. Ол ненің мемлекеттің жұмысы емес қой. Мемлекеттің жұмысы әрине кедейге көмектесу, бірақ ақыр аяғында кедейліктен халықты босату. Ол болады. Егер мен айтқанымды істесеңіз, менің айтқанымды істесеңіз, онда кедей болмайсыз, ешқашан да болмайсыз. Өз-өзіне сенімді адам, ол ешқашан да кедей болмайды да, ешқашан да сорлы, бұл бейшара болып қалмайды ешқашан. Біреудің етегінен ұстап жүретін адам болмайды. Ол ешқашан да ондай болмайды. Ол соншама өзін өзі құрметтейді, сондықтан ешкімге билікті беріп қоймайды қолына. Өз-өзін билейді. Бірақ әрине міндетті түрде Алла Тағаланың айтқанын, әсіресе ахлақтық жағынан да, мейірімділік, рахымдылық, адалдық, әділдік, шындықты айту, содан кейін инабатты болу, да, жүрегі таза, пейілді болу, адам болу тиіс. Сонан кейін барып осындай керемет өзгерістерді өз ішінде істеу керек, ойлауды өзгерту керек, сезімдерді өзгерту керек, ешбір негативтік сөздерді, ойларды, әрекеттерді жақындатпау керек. Сонда ғана біз барып осы елге де, осы жерге де ие бола аламыз, өзімізге де ие бола аламыз, отбасымызға да ие бола аламыз. Қай жерге барсақ та жарқырап тұрамыз. Осыдан бастайық. Жарай ма? Өзімізден бастайық. Әрбір адам өзінен бастасын жұмысты. Содан кейін ары қаратай жақсы бір керемет дәуірге кіреміз да, содан кейін сол жақсы дәуірде өмір сүреміз. Құдай берсе, бәрі керемет жақсы болады. Негативтік ойларды алмаңыз басыңызға, да ойламаңыз онда. Ондай негативтік нәрселер болмайды ешқашан да бізде Қазақстанда. Енді тек қана жақсылық болады, соған тырысу керек. Бірақ алайда қазір біздің ең үлкен проблемамыз, ең үлкен мәселе қазір Қазақстандағы өзіміз, осы адамның ішкі дүниесі, ойы болсын, сезімі болсын, физикалық жағынан да, тамақтандыру, мысалы спортқа қатысу, жаттығуларды жасау, мысалы, да, күнде денесіне де, ойына да, жүрегіне де, жанына да жақсылап қарау керек адам. Вот сонда ғана үлкен дәрежеге жете аламыз, әрбір адам да жете алады. Жақсы, сол тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, көңіл бөліп. Келесі кездескенше сау аман болайық, сау болыңыз.